Анашым, сіз тірі болғаныңызда ғой. Жарайды, мына гүл сізге. Так, бір нәрсе ойластыруым керек, әйтпесе мен 100 миллион ақшаны ала алмаймын. Ана қызды не істеймін? Ана қызды сату керек, сосын 100 миллион теңге табу керек. Біздің Мыстан екеумізді біліп қоймаса болды ғой. Ой, мәссаған, ана апайды тыңдағанда бұның көлік мені қақ кетпес еді. Жарайды. Қызым, ау не болды анашым? Жүр шәшеміз. Жоқ, шәшпеймін. Жарайды. Жүрші. Жарайды. Бет қолыңды жуып ал мен болсам ар жақта сен күтем. Сен таңғасыңды істеп қойдым. Аха, рахмет. Қызыма не болды екен? Болды, жайды отыра берейін. Так, болды. Так, әкем қайда? Әкем сенің жұмыста ғой. Асықпай ішсеңші. Жоқ, маған бәрібір. Жуу керек па? Жоқ, жумай қой. Аха. Қызымнан қызы қандай қыз болыпты, маған қызық болып тұр. Босқа қудым. Өзіміз де вампирміз ғой бірақ. Әке болды, уайымдай бермесеңші. Апайым енді алып келеді жүр қайтадан ол қызды. Бірақ ол қызды көміп тастады ғой. Білмеймін мен. Больницадан әйтеуір әрең қашып шықтым ғой. Так, одан да тез кірейін. Қызым, әке, сен қалай сен? Мен негізі өлгенде болдым, бірақ та өтірік өлгенде болдым, себебі мен сіздерді салмам ғой. Жарайды, қызым. Мен немеремді қайтадан әкеле аласың ба? Жарайды, әкелейін. Алақай, кешір мен, Жарайды. Мен қазір тергеп көрейін. Бір ата-ана асырап алыпты ғой оны. Мен білдім енді. Бақам, сиқырлы бақам. Өтінемін, мен қызым. Яғни қызым, қай ата-анада қай үйде айтып берші. Ол бір үйде, бір ескі үйде, және де ол бір ата-ана асырап алды, олар Мыстан. Менің қызымды тулап тастамаса болды ғой. Жоқ, туламайды. Бірақ та сіз оны алып кетіңіз. Жарайды. Саған рахмет, ал мен кеттім. Ау не болды, қызым? Ана не... Мен тергеп көрдім бақана. Ол айтады, бір Мыстандардың үйінде. Сол Мыстанның үйінде бір ескі үй екен. Менше екеуміз барып алып келейік. Сен күйеуің қайда? Қазір. Біледі, мен оған звондап қойдым. Так, қашан ашады екен? Де келді. Сәлем. Не болды? Менің, яғни әкем қайтадан әкелші деп сұрап тұрды. Екеуміз тауып әкелейік. Жарайды.
қыл әкеп берші. Жарайды. Кеттік. Мен де қосылам. Жарайды. Тук-тук. Әкем келді. Ой, рахмет, қызым. Әке, анашым, кешіріңіздерші мені. Аха, кешіреміз. Рахмет. Сүй сияқты қазір мен тақылдатайын. Аха, оны мынаумен тақылдатады. Біреу келген сияқты. Бар, мен ашайын. Жарайды, қызым. Так, кім екен? Анашым? Қызым. Қалайсыз? Қайтыс болып кеттіңіз ғой? Жоқ. Мен алдадым бүкіл. Мен өтірік істедім бүкіл. Сонда бұның бүкіл өтірік па? Я өтірік. Ал сендер кімсіңдер? Мыстансыңдар. Қызым, бұлар мыстандар. Қалай олар мыстан? Адам ғой. Жоқ, бұлар мыстандар. Неше мен кетемін? Бар. Енді жина. Жоқ, ол біздің қызымыз. Біз сендерге бермейміз. Жоқ, сендер мыстансыңдар. Жоқ, мыстан емеспіз. Біз сендерге бермейміз. Ата, әке, анам. Бұл сен әкен анан емес? Ну ладно, мен әке анам. Әке ана, кешіріңіздер, мен өзімнің ата анам бар. Мен вампирмін, мен адамдардың арасында тұра алмаймын. Иә, дәл солай. Жүр кеттік, киімді жинаймыз. Әкешім. Мә, көке. Қалың қалай, ұмма. Так, жүр кеттік, киімімізді жинаймыз. Сен қалай тұрып жатырсың? Мен бұл үйде әрине тұрып жатырмын. Мен ойладым басында, сіз қайтыс болып кетті деп. Давайте. Жинана кітаптарында. Бірақ та вампирлер кітап не екенін де білмейді. Сонда да мен сабақ оқимын ғой. Әрине. Сабақ оқиды. Ой. Бұл сен киімдерің бе? Я, менің киімдерім. Ше салып қояйын. Менің қонжағым. Сау болып білмем. Мен сен жақсы көрем. Жүр енді. Қызым? Я, мен шештім. Жарайды, кете бер. Кешіріңізші. Кешіріңізші, әке, анашым. Мен сіздерді уайымдатайын дегенім жоқ. Мен сендерді уайымдатайын дегенім жоқ. Кешіріңіздерші. Мен өзімнің өмірім бар деген сияқты. Мен вампирмін, сондықтан да сіздерді қалдырып кетуіме мәжбүрмін. Жарайды, қызым. Өз өміріне бар. Біз де бала сүйерміз. Жүр, қызым, болды. Менің үйім бе? Я, сенің үйің әдемі екен. Так, кірейік.